Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз тазша баланың ақылы. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы мен 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерде кәсіп қылуды мақсат етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап алып кетіпті. Келе жатып бір өнерші байдың үйіне кезігіпті. Осы байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте жауыз адам екен. Жалданған жігітті әбден пайдаланып, ақысын төлейтін мезгілде алдап, сандыққа салып, аузын бекітіп тастайды. Шал мен кемпірдің үйінде қалған ортаншы баласы да өнер үйренбек болады. Ағасының кеткен жолымен өнерші байға келіп жалданады. Бай ақысын төлейтін кезде оны да сандыққа тығып тастайды. Үшінші ұлы тазша бала да ағаларындай өзіне тиген ешкіні сойып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып, жол жүріп кетеді. Келе жатып бір қора қойға кезігеді. Қойды бір шал бағып жүр екен. Тазша бала қойшыдан: «Бұл кімнің қойы?» деп сұрайды. Қойшы: «Бұл өнерші байдың отары. Қарағым, өзің қайда барасың?» деп сұрайды. «Өнер үйренуге барамын» деп жауап береді тазша бала. Сонда шал тұрып: «Балам, өнерші бай өте зұлым адам. Одан аулақ жүр. Оның құс болып ұшып, аң болып жорта алатын қасиеті бар» деп ақылын айтады. Шалдың айтқаны рас па екен деп ойлаған тазша қайтсе де сол зұлым байды көргісі келеді. Ол байдың үйіне келіп қонады. Ертеңінде жүрейін деп жатқан кезінде өнерші бай: «Жігітім, қайда барасың?» деп сұрайды. «Мен баласы жоққа еншілес бала боламын» деп жауап береді тазша бала. Сонда бай: «Олай болса, сен қал, маған бала бол. Мен жолаушылап кетіп барамын. Мен кеткен соң ақ құнан қойды сой, той жаса. Асық жілігін етімен өзің жерсің» дейді де өзі жолаушылап кетеді. Тазша бала: «Хош әке, жолыңыз болсын» деп үйде қалады. Өнерші байдың сұлу қызы бар екен. Тазшаны ұнатып қалған қыз: «Аға, сен асық жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой. Сонда бір ақ тазы келіп жілікке ұмтылар. Сен балтаны алып тазыны өлтір» дейді. Тазша бала ақ құнан қойды сойып, көршілерін шақырып той жасайды. Асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын орындап, кереге басына іліп қояды. Бір ақ тазы келіп жілікке ұмтылыпты. Тазша тазыға қарай балтаны жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы оған тимей, ит құтылып кетіпті. Келесі күні өнерші бай үйіне оралады. Тазша баланы көріп ашуланады. Енді бұл итті аштан өлтірейін деп ойлайды. Тазшаны да ағаларындай алдап, сандыққа салып, аузын мықтап бекітіп тастайды. Байдың қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тазша балаға тамақ әкеліп береді. Осылай оны күн сайын тойындырып отырады. Ал тазша сандықта жатып
байдың сан түрлі сиқыр өнерін үйрене береді. Бірнеше күн өткен соң тазшаның әкесі балаларын іздеп шығады. Жол-жөнекей кездескен ауылдардың бәрін аралайды. Бір күні өнерші байдың үйіне келіп, менің өнер үйренуге кеткен 3 ұлым бар еді, соларды көрмедіңіз бе деп сұрайды. Жоқ, көрмедім деп жауап береді өнерші бай. Өнерші бай мен әкесінің сөзін естіген тазша, әке, мен мұндамын деп сандықтың ішінен дауыстайды. Әкесі баласын даусынан танып, байдың ішкі бөлмесіне кіреді. Төр жақта тізіліп тұрған 3 сандықты көреді. Байдың айтқан сылтауларына көнбей сандықтарды аштырады. 3 сандықтан 3 ұлы шығады. Оларды ілестіріп үйіне қайтады. Тазша жол-жөнекей әкесіне өнерші баймен және оның қызымен қалай танысып, сиқыр өнерін қалай үйренгендігі жөнінде айтады. Ағалары мен өзінің сол қыздың көмегімен қалай тірі қалғандығы туралы әңгімелеп береді. Үйіне оралған соң тазша бала, әке, мен бірталай өнер үйрендім. Біз енді жауыз өнерші байды сабасына келтіріп, алдап соғуымыз керек. Ол күнде таңертең базарға барып, арзан бағамен мал сатып алады. Мен бір қара құнан қой болайын. Мойныма жіп тағып, жетектеп, сол базарға апарыңыз. Бірақ мені тек өнерші байға сатыңыз да жіпті алып қалыңыз дейді. Әкесі келіседі. Баласы айтқанындай қара құнан қойға айналады. Әкесі қойдың мойнына жіп тағып базарға апарады. Оны өнерші байға сатып, жіпті алып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп, үйіне қайтып келеді. Келесі жолы ол, әке, мен енді жорға ат болайын. Мені базарға апарып, сол өнерші байға сатыңыз, бірақ шылбырды алып қалыңыз дейді. Баласы атқа айналады. Әкесі базарға апарып, сол баяғы байға сатады. Шылбырын алып үйіне қайтады. Ертеңіне тазша өз қалпына түсіп үйіне келеді де әкесіне, әке, бұл жолы мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын. Сіз мені базарға апарып сатыңыз да бұйдамды алып қалыңыз, сосын үйге қайта беріңіз дейді. Тазша енді тайлақ болады. Әкесі тайлақты сатайын деп базарға жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығады. Ол тазшаның айласын біліп, маған мынау тайлаңды 100 ділдаға сат дейді. Көп ақшаны естігенде тазшаның сөзі әкесінің есінен шығып кетеді. Өнерші бай тайлақты бұйдасымен бірге 100 ділдаға сатып алады. Үйіне жетектеп келеді де қызын шақырып алып, мынау тайлақты ұстай тұр дейді. Өзі үйден пышақ алып шығып, тайлақты бауыздамақшы болады. Қыз әкесінің
жаман ниетін біліп үйден пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кеткенде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп босатып қоя береді. Өнерші бай сыртқа шығып үйіне қарай қашып бара жатқан тайлақты көреді де артынан қуады. Тазша сонда түлкіге айналып қашады. Өнерші бай тазы болып қуады. Енді жете берген кезде тазша түлкіден үйрекке айналып ұшады. Бай қаршыға болып қуады. Содан соң тазша торғай кейпіне ауысып шарбаққа қонады. Бай қырғи болып таяна бергенде тазша шөберекке айналып жерге түседі. Өнерші бай кісі болып шөберекті қолына ала бергенде тазша тары болып шашылады. Бай тауық болып шоқиын дейді. Осы кезде тазша адам кейпіне оралып тауық болып жүрген өнерші байдың желкесінен ұстай алады. Басын төмен қаратып ұстап тұрып іштей дұға оқиды да оның бойындағы бар сиқырын жойып жібереді. Солай тазша зұлымдықты жеңіп өзіне көп көмек берген өнерші байдың қызын алып мұратына жетеді.